Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман қауым. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ғибратты бір қызықты әңгіме айтпақпын. Алдымен каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Осы бейнероликті соңына дейін көріңіздер. Ертеректе бір хан болыпты. Ол ханның досы өзінің ең бас уәзір болған екен. Қасында әрдайым жүріп, қалжыңдасып, бірге ойнап күліп жүре береді екен. Оның әртүрлі қалжыңдарын құрдасы болғаннан кейін, әрі досы болғаннан кейін, бала шақтан бері бірге өсіп келе жатқаннан соң, хан оның бәрін түсінеді әрине. Күндердің бір күнінде далаға қазанға ошақ жағып, қызметшілері ас дайындайды. Сол кезде уәзірдің досы келіп, қазанды төңкеріп төгіп тастаған екен. Сөйтіп, не үшін істедіңіз десе, әр істің бір қайыры бар ғой деп кетіп қалған екен. Бұл оқиға ханға жетеді. Хан естіп, досын шақырып алады. Біз енді түскі ассыз қалдық. Неғып қазанды төңкеріп тастадыңыз деген кезде, әр істің қайыры бар деген екен. Сөйтіп, төгілген қазанды қызметшілер еттерін теріп итке тастайды. Ит оны жемейді. Искеп, әр искеп жемей қояды. Бұл көрініске таңғалған қызметкерлер ханға болған жайтты айтады. Бір қасапшы өлген малдың етін сойған екен. Яғни арам қатып өліп, уланған немесе тіпті ит жеуге келмейтін халде өлген малды сойылған екен. Содан соң сол қасаптың шақырып алып, оған жаза беріп, жазасы зынданға тастайды. Күндер өтеді. Бір күні хан өзінің досын, уәзірін шақырып, бір-біріне қалжыңдасып отырып, досы қынабындағы қанжарын суырып алып, ханның бір құлағын кесіп алады. Хан қансырап, ойбайлап, сөйтіп қызметшілерін шақырып, уәзірлерін шақырып, ұстаңдар, байлаңдар мынаны деп, досын байлатып тастайды. Неге бұлай істедің деген кезде, досы күлімдеп қарап тұрып тағы да, бұның да бір қайыры бар шығар деген екен. Сонда хан, мен саған қайырды көрсетем деп, ашуланып, оны зынданға тастайды. Сөйтіп, күндер өтеді. Бір күні хан уәзірлерімен аңға шығады. Аңға шығып, тау тастаралап жүріп келе жатса, көп тайпа алдынан бір белгісіз тайпалар қоршап алады. Олар соларды байлап матап, тұтқынға алып, өз мекендеріне алып келеді. Сонан соң басшысының алдына келеді. Басшысы бәрін шешіндіріңдер дейді. Шешіндіріп, бәрін қарап шығады. Сонан соң біртіндеп бауыздай бастайды. Уәзірінің бәрін бауыздап, енді басшысына әкеліңдер деп, басшысына келеді, яғни ханда келеді. Ханда келіп, шешіндіріп, енді бауыздайын деп жатса, құлағын көріп қалады. Құлағы кесілген екен. Тайпалардың басшысы, мынау құрбандыққа жарамайды, бұны жіберіңдер, бос жіберіңдер деп, ол ханды босатып жіберген екен. Хан еліне келеді, келіп, мен өлімнен бір ажалдан қалдым деп болған әңгімесінің барлығын айтады. Сонан соң, дереу досымды зынданнан шығарыңдар дейді. Сөйтіп, досы зынданнан шығып, қасына келеді. Ей досым, сенің менің құлағымды кесіп алғаның дұрыс болған екен. Оның да қайыры бар екен. Сен расымен де ақиқатын айттың. Менің құлағым кесіліп, және оның да қайыры бар деп айттың. Расымен де әр істің қайыры бар екен. Досым, мен сендей дос таппаспын. Қасында жүргеніңді қалайым. Алла разы болсын деп ризашылығын білдірген екен. Міне достар, біз пендешілікке салынып, әр істің бір қиыншылықтарына
сабыр ете алмай жатамыз кейде. Ал әр істің қайыры бары рас, оны Алла тағала Құранда да айтты. Әр нәрсенің өзінің бір қайыры бар шығар. Алла тағалам бізге қайырлы істерді нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.